Жилкевичте салған видеоны көрдім да. Арқам қозып, тілім аузыма сыймай, бір нәрсе дегім келіп тұр да. Өйткені сөз иесін табады деп бірге айту ол бар, бірақ көпке топырақ шашу деген ол бар да. Мен ол кісіні танимын. Анда айдан түскен дей болмай ақ қойшы, аспаннан түскен кім ол деп та. Танимын, тыңдайтынмын. Бірақ былай жақын таныс емеспіз да. Мен айтайын дегенім, осы отырып алып та, мейлі кім бол, имам бол, басқа бол, отырып алып өзі Құдай емес, Құдайдан былай емес адамның әңгімесін айту деген. Қалай жалпы? Мен 10 мың емес, 200 мың подписчигі бар блогер қыз болып байға тидім. 3 балам бар. Әжептәуір қатын болып отырмын, бір үйдің түтінін түзетіп. Мынау мейлі уағыз болсын, мейлі сөз болсын, көпшіліктің алдында айтсаң да, я болмаса жеке өзіне айтсаң да, Абай атамыз айтқандай, тілге жеңіл, жүрекке жылы тию керек, 10 күнәнің 9-ы тілден екенін шілей мен имамдарға айтпайтын шығармын енді. Менің ашуым келетіні көпке топырақ шашуда. Бізде елдің алдында әжептәуір блогерміз деп жүрміз, құрсын. Қатын болмай, әр еркектің артында жүрген түгіміз жоқ. Баламызды туып, блогерлігімізді жасап, ешкімнің ала жібін аттамай. Кішкене ойланса екен, мына блогер әйелдер бар, блогер қыздарды вообще амау көріп болады. Өйткені оған 10 мың подписчигі бар қыз бар ғой, саған қатын болып жатпайды ол. Түсіндің бе? Ол өйткені ана подписчиктердің löpел үшін бәрін істейді олар. Бүкіл сұлулығын интернетке салып жүрген қыздар бар ғой, ол қатын болып сенің үйіңде отырып жатпайды олар. Алмау керек олар. Бір не қызығып аласың ба? Өмір бойы соның қызғанып өтесің онша. Осы орлар интернеттен анау видеоларын алып тастап та үлгере алмайды, кеткен ғой, тарап кеткен ғой уже. Мейлі хиджаб киіп алған болса да, сұлулығын көрсетіп тұр ма? Болды. Неге шығады ол? Кейбіреулері шығып жаңағы өзінше ақыл айтып жүргендер бар. Әйел адам интернетке шығып, жеке өзінің бір каналы болса ше, тек әйелдермен дәріс өтсе ол басқа да, бүкіл Қазақстанға шығып интернет желісіне шығып, әйелдерді еркектерді көретін жерде әйел адамына шығып алып уағыз айтып болмайды ондай нәрсе. Рұқсат жоқ. Сен оның уағызын тыңдап отырып, мына сұлу әйел екен, фигурасы зор екен деп отыра бересің. Неге? Еркек өйткені пенде ғой. Сөйтсе біреу айтады, сөйтіп ойлама дейді. Қалай ойламайсың? Мен импотент емеспін мен. Ана қатын шығып тұрма бүйтіп сұлу. Болды, мен ойлай беремін. Біз қазақ 100-ге бөліндік, 300-ге. 40 рулы қазақпыз деп, ойбай деп, қарға тамыр қазақпыз деп 40 руға бөліндік. Одан қалса ойбай орамалды қыздар, ойбай намазхандар деп өзім періште санап оған бөліндік. Енді әкесінің аузы отырайық енді имамдар мен блогерлер болып бөлініп. Не әңгіме анау? Менің түсінбейтінім, адамның тағдыры мақұл, туылғанда, бесікте жатқанда, шыр етіп дүниесін ашқан, тіпті құрсақта мейлі мынау маңдайына жазылып қойсын. Бірақ оны Алладан басқа ешкім білмейді ғой. Қазір блогер болып мейлі жүрсін, иә. Ол ертең қатын болмайтынына қандай сенімділікпен айтасыңдар? Неге сүйеніп айтасыңдар? Құдайдың қолын ұстап тұрған адам сияқты? Жоқ, вообще осы кейбір имамдар, мен тілімнің тікенегі бар екен, айыр құлаш тілмен көпке топырақ шашпаймын. Сөз иесін тапсын. Надоел. Мына уағыздарың қатын қалаштың етегінен аспай қалды. Қозып кете беретін хайуан бердің деп санасы жоқ. Ие болыңдар, өздерің көздеріңе ие болыңдар, саналы түрде ойланыңдар, өздерің екі бұттарың арасындағы ие болыңдар. Әкесінің аузы немене енді қызымыздың бәрін еркекпен бірге өмір сүріп жатырмыз деп үйімізге тығып ұстаймыз ба? Тығып қызды 40 үйден тыю, анадан тыю, мынадан тыю деп тыйып біткен шығасыңдар уже. Қазір о заманнан өттік ау. Қазір қызға дұрыс білім беру, дұрыс таңдау жасауды, өзін қорғануды үйренетін заман. Ешектің де еркегі бар, айыпқа бермеңдер, айналайындар. Оған шығасыңдар, қыздың бәрін отырғызып, таптап, оранатын орап. Өліп жатыр ғой соңғысы, 365 күн бір жылда болса, тура сондай статистикада отбасылық өмірде әйелдер өледі екен. Барлық блогерге топырақ шашпай, қазір сондай қыздар бар. Вот сондайлардан аулақ болу керек, еркісілер алданбау керек деп алданып отқандар шамалы. Не бір еркектерің жүр ғой сайқын мазақ болып. Мысалы да, жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді, қатты сөйлесең мұсылман діннен шығады дейді.